Бүйрек. Адам ағзасының ең маңызды мүшелерінің бірі. Өмір ұзақтығы көбінесе осы мүшенің денсаулығына тікелей байланысты. Бүйректің негізгі қызметтері қанды сүзу, улы заттарды және артық сұйықтықты сыртқа шығару. Қытай медицинасында бүйрек адамның өмірлік энергиясын сақтайтын мүше деп саналады. Бүйрек оты деген ұғым да осыдан шыққан. Бұл адамның ішкі күші мен тіршілік қуатын білдіреді. Жас өткен сайын, сондай-ақ ауру сырқауды бастан өткергеннен кейін бұл күш бірте-бірте сөнеді. Әсіресе пиелонефритті жиі бастан өткізгендерде және циститпен ұзақ уақыт күресіп жүргендерде бұл айқын байқалады. Мен Мирас Ерланұлы. Осы бейнеде бүйрекпен дұрыс жұмыс істеу жолдарын және бүйректі сау ұстау үшін нені ескеру керектігін түсіндіріп беремін. Бүйректің негізгі жаулары. Бүйректің бірінші және ең басты жауы суық. Қытай медицинасының ежелгі трактаттарында суық бүйректі жояды деп тікелей жазылған. Маусымға сай киінбесеңіз, суық бетонда немесе суық орындықтарда ұзақ отырсаңыз, қыста жылы емес аяқ киім кисеңіз, суық ағзаңыздың тереңіне бойлап, бүйрекке жетеді де, оның жұмысын нашарлатады. Циститтің де, пиелонефриттің де суығып қалғаннан кейін басталатынын өзіңіз де байқаған шығарсыз. Сондықтан бел аймағын үнемі жылы ұстаңыз. Маусымға лайық киініңіз. Қажет болса, жылытатын жақпа майларда пайдалануға болады. Бүйректің екінші басты жауы сусыздану. Аз су ішетін адамдардың қаны қоюланады. Ал қою қан бүйректен өткен кезде мүшеге үлкен жүктеме түседі. Сондықтан күн сайын кемінде 1,5 литр таза су ішу керек. Мұнда шай, шырын немесе басқа сусындар есепке кірмейді. Тек қарапайым таза су. Минералды суды да тұрақты ішуге болмайды. Себебі оны ұзақ уақыт дұрыс пайдаланбаса, бүйрек тіні тозады. Бүйрек жұмысын жақсарту жолдары. Бірінші, іш бұлшықеттерін күшейту. Бүйрек жұмысын қалпына келтірудің тиімді жолдарының бірі. Денені көтеру, аяқтарды көтеру, бұрылу жаттығулары. Осылардың барлығы пайдалы. Себебі бүйрекке қан бүйрек артериялары арқылы келеді. Ал зат алмасу өнімдері вена арқылы шырып кетеді. Іш қуысындағы бұлшықеттерді жаттықтыру осы қан айналымын жақсартады. Менің тәжірибемде дәрі-дәрмекпен қатар іш жаттығуларын қосқан кезде созылмалы пиелонефрит пен гломерулонефрит жазылған жағдайлар өте көп болды. Мұнда болат пресс жасауды талап ете бермеймін. Тек күн сайын белгілі бір жаттығу жасап, қан айналымын ынталандырсаңыз жеткілікті. Екінші, аяқтарды жаттықтыру. Қытай медицинасында бүйректің энергетикалық меридианы аяқтан өтеді деп есептеледі. Аяқтардағы қан айналымы жақсарса, бүйрек жағдайы да жақсарады. Сондықтан шалқайып отыру, выпадтар жасау, штангамен жаттығу, қарсы көрсетілімдер болмаса, бүйрек денсаулығына тікелей оң әсер етеді. Үшінші, бел аймағын массаж жасау және жылыту. Бел аймағын үнімен массаж жасау, жылы ысқылайтын заттарды пайдалану бүйрек маңындағы қан айналымын арттырады және мүшенің жұмысын жеңілдетеді. Бүйрекке пайдалы тағамдар. Нүкжидек пен қарақат. Бұл жидектер бүйрек қызметін жақсарту үшін ежелден қолданылып келеді. Жаз бен күз мезгілінде осы жидектерден компот пен морс дайындап ішіңіз, немесе тірідей жеңіз. Бұршақ. Қытай медицинасының ежелгі ұсынысы. Бұршақ дәні сыртқы пішіні жағынан бүйрекке ұқсайды. Ал Қытай медицинасында белгілі бір мүшеге ұқсас өнімді жеу сол мүшені нығайтады деген принцип бар. Қыс мезгілі бүйректі нығайтатын уақыт болып саналады. Сондықтан қыста бұршақты жиірек жеген жөн. Куркума. Бүйректегі қабынуды басатын, организмді тазартатын табиғи антисептик. Кем дегенде 2 ай бойы қабылдауды ұсынамын. Дәрілік өсімдіктер мен препараттар. Лю Вэй Дихуан. Қытай медицинасы. Бүйрекке арналған классикалық препарат. Профилактика үшінде пиелонефрит сияқты қабыну аурулар кезінде де қолданылады. Стандартты дозасы. Күніне 2 рет 8 түйіршіктен. Курс 1,5-2 ай. Қабылдамас бұрын дәрігермен кеңесіміз. Артишок тычиночный. Бүгінде ұмытылып бара жатқан, бірақ өте тиімді дәрілік өсімдік. Дәріхана немесе фитодәріханадан табуға болады. Нұсқаулықтағы дозамен кем дегенде 1 ай қабылдаңыз. Бұл өсімдік бүйректің сүзу қызметін арттырады, қабынуды басады және бүйрек тінін қалпына келтіреді. Бүйрегіңізге мән беріңіз. Тек ауырғанда ғана емес, сау кезіңізде де. Сонда ғана ұзақ және сапалы өмір сүруге болады.